Сәлеметсіздер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы тірек қимыл жүйесі, оның жас ерекшелігі. Тірек қимыл жүйесіне адамның қаңқасы мен бұлшық еттері жатады. Адамның қаңқасы 200-ден астам сүйектен тұрады. Олар бір-бірімен буын арқылы жалғасып қозғалмалы келеді. Қаңқаға бұлшық еттер бекітілген. Әрбір сүйекке 2 немесе одан да көп бұлшық еттер ұштасады. Бұлшық еттердің негізгі қызметі сүйектерді қозғау. Сүйектің құрылысына келетін болсақ, сүйек остеон деп аталатын пластинкадан тұрады. Сүйектің сыртында сүйек қабы бар. Тек қана буындарда сүйек қабының орнына шеміршек болады. Остеондардың орналасуына қарай 2 түрлі заттан тұрады: тығыз және кемік заттардан. Тығыз заттар кемік сүйектерінің сыртында орналасқан, оның қалыңдығы әр сүйекте әртүрлі. Кемік сүйекте остеондар айқыш-ұйқыш орналасқан. Олар қысқа, жазық үйектерде ұзын сүйектердің екі ұшында көп болады. Жілік сүйегінің каналдарындағы майының түсі сары, ал кемігіндегі майының түсі қызыл болады. Себебі сүйектің қызыл кемігінде эритроцит, лейкоцит, тромбоцит өсіп дамиды. Сүйек қабы 2 қабықтан тұрады: сыртқы және ішкі. Сыртқы қабығы тығыз, ішкісі жұмсақ, борпылдақ, дәнекер ұлпадан тұрады. Ішкі қабығында остеобласттар болады. Олар сүйектің өсуін қамтамасыз етеді. Сүйек қабығының қан тамырлары мен нервтері болады. Сүйектің 1/3 бөлігі органикалық заттан, ал 1/2 бөлігі бейорганикалық заттардан тұрады. Сүйекті күйдіргенде осеин жанады да бейорганикалық заттар қалады. Ондай сүйектер тез сынады. Ал сүйекті тұз немесе азот қышқылына алса, бейорганикалық заттары еріп, тек органикалық заттар қалады. Ондай сүйекті оңай майыстыруға болады. Жас балалардың сүйегінде органикалық, ересек адамның сүйегінде минералдық заттар көп болады. Сүйектер бір-бірімен буындар арқылы байланысады. Буындардың 3 түрі бар: қозғалатын, қозғалмайтын және жартылай қозғалмалы деп. Енді қаңқаның құрылысына келсек, адам қаңқасы бас, тұлға, аяқ-қол сүйектерінен тұрады. Ең бірінші бас сүйектері ми сауытынан және бет сүйектерінен тұрады. Ми сауыты маңдай, жұптасқан төбе, шүйде, 2 самай, негізгі және көз тор сүйектерінен тұрады. Ми сауыты сүйектері бір-бірімен жіктесе байланысқан. Бет сүйектері жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінен, бет, таңдай сүйектерінен, кеңсірік, мұрын сүйегінен және көз қуысы сүйектерінен тұрады. Бас сүйегінде бір ғана қозғалмалы сүйек бар, ол төменгі жақ сүйегі. Кішкентай балалардың ми сауыты бет сүйектерінен ертерек дамиды. Бет сүйектері 1 жаста және жыныстық жетілу кезінде жақсы дамиды. Ми сауытының көлемі бет сүйегінің көлемімен нәрестеде 8 есе, ересектерде 2-ден 2,5 есеге дейін артық болады. Жаңа туған сәбидің ми сауытының сүйектері бір-бірімен жұмсақ дәнекер ұлпадан тұратын қабықшамен жалғасады. Бұл қабықша бірнеше сүйектерден қосылатын жерінде үлкен болады. Оны біз немесе баланың еңбегі деп атаймыз. Оның саны 4-еу. Маңдай еңбегі 1 жаста, қалғандары 2-3 айда бітеді. Нәрестенің жақ сүйектерінде тістері болмайды. Ең алғаш сүт тістері 5-6 айда шыға бастайды. 6 жасқа жақындағанда сүт тістері түсіп, тұрақты тістері шыға бастайды. Енді тұлға сүйектеріне келетін болсақ, тұлға сүйектері омыртқа жотасынан, көкірек қуысы сүйектерінен, бұл көкірек қуысы сүйектеріне 12 жұп қабырға мен түйіс сүйектер жатады. Осы сүйектерден тұрады. Омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан тұрады. Оның ішінде 7-еуі мойын омыртқасы, 12 арқа омыртқасы, 5 бел омыртқасы, 5-8 көз омыртқасы және 4-5 құйымшақ омыртқасы деп бөлінеді. 8 көз және құйымшақ омыртқалары бір-бірімен бірігіп кеткен. Әр омыртқаның денесі, доғалары, өсіндісі болады. Омыртқаның тығыз жері денесі,
доғалары, ол доғаларында жұлын орналасқан каналын құрайды. 7 өсіндісі болады. Бір артқа қараған, 2 жоғары қараған, 2 төмен қараған және 2 бүйір, яғни горизонтальды осындай омыртқаның 7 түрлі өсіндісі болады. Омыртқалардың өзіндік ерекшелігіне тоқталып өтейік. Іші мойын омыртқасы тікелей бас сүйегімен жалғасып кеткен. Мұнда ең бірінші омыртқа жағы бас сүйегімен жалғасып, денесімен өсінділері болмайды. Омыртқа тесігі басқа омыртқалардан кеңірек. Бұл бірінші мойын омыртқасын біз атланта деп атаймыз, немесе оны ауыз омыртқасы деп атайды. Екінші мойын омыртқасының денесінен жоғары қарай бағытталған тісшелер болады. Тісшедегі бетімен ауыз омыртқа жалғасады. Төртінші мойын омыртқасының арқа өсіндісі ұзын болады. Көкірек омыртқаларының алдыңғы бүйір бетінде және көлденең өсінділерінде қабырға ойыстары деп аталатын буын беттері болады. Ауыртпалық көп түсетін болғандықтан, бел омыртқаларының денесі жақсы жетілген және олар ірі болады. 8 көз омыртқалары бірігіп кеткен, оның алдыңғы және артқы бетінде жүйкелер мен тамырлар өтетін тесіктер болады. Омыртқа жотасының өсуі алғашқы 1 жасында жедел жүреді. Омыртқа арасындағы буындардың шеміршектері қалың және серпімді келеді. Сондықтан балалардың омыртқа жотасы ересектерге қарағанда жеңіл қимылдайды. Жаңа туған сәбидің омыртқа жотасында физиологиялық иірімдер болмайды. 2-3 айда мойны бекінгеннен кейін мойын лордозы деп аталатын, латын тілінен аударғанда лордоз иілу деген мағынаны білдіреді. 6 айдан кейін отыра бастағанда арқа және 8 көз кифозы, бұл да латын тілінен аударғанда иілу деген мағынаны білдіреді. 1 жасқа жақындап жүре бастағанда бел лордоз пайда болады. 2-3 жаста омыртқа сүйектене бастайды. Омыртқа жотасының физиологиялық қалыпты иірімдері күшейе түскенімен әлі де тұрақсыз болады. Баланың бойын таңертең өлшегенде 5-6 см ұзын болса, кешке соншалықты қысқа болады. 4-5 жасқа дейін омыртқалар тез өсіп, иілімдері толық қалыптасады. Осы жастан бастап балалар мен ересек адамдардың омыртқа жотасында 2 лордозы, ол мойын және бел лордозы және 2 кифозы, арқа және 8 көз кифозы түзіледі. 5-6 жастағы балалардың омыртқа жотасы тез қисаяды. Омыртқа аралық шеміршектегі заттардың алмасуы күшті болады. Сондықтан түрлі жағдайлардың әсерінен омыртқа жотасындағы патологиялық лордоз, кифоз, сколиоз, яғни омыртқа жотасының сколиоз бір бүйіріне қарай иірілуі және тағы басқа өзгерістер пайда болады. Жалпы омыртқа жотасының қимыл мүмкіндігі мол. Ол 160 градусқа дейін еңкейіп, 145 градусқа дейін шалқаяды. Оңға солға 165 градусқа, ал өз осінде 120 градусқа дейін қозғала алады екен. Көкірек қуысы сүйектеріне жаңағы айтып кеткен 12 жұп қабырға мен төс сүйегі жатады. Онда 12 жұп қабырғаға келетін болса, қабырғаның басы, мойны және денесі болады. Омыртқамен жалғасқан жерін басы дейміз, жіңішке жерін мойны дейміз, төс сүйегімен жалғасқан жерін денесі деп атаймыз. Әрбір қабырғаның пішіні мен құрылысында өзіне тән ерекшелігі бар. Жоғарғы 7 жұп қабырғаны шын қабырға деп атаймыз. Олар тікелей шеміршек арқылы төс сүйегіне бекиді. 8-10 жұп қабырғалар ұзын шеміршек арқылы алдыңғылармен жалғасады. Оларды жалған қабырғалар деп атайды. 11-12 жұп қабырғалардың алдыңғы ұшы бос қалады, оларды бос қабырғалар деп атайды. Қабырғалардың сүйектенуі баланың 2 айлығында 6-8 қабырғаларда басталады. 3-4 жасқа келгенде қабырға аралық ортасы мен бұрышында тығыз сүйектері болады. Төс сүйегі мұнда жалпақ сыңар сүйек. Төс сүйегінің денесі, тұтқасы, семсершесі болады. Төс сүйегінің жоғарғы жағында
мойындырақ, екі жағында бұғана және жетіден қабырға ойындылары бар. Төс сүйегінің бөлімдерінің арасында шеміршек 30 жасқа дейін болады. Төстің төменгі жағында шеміршектері 15-16 жаста, жоғарғы жағының шеміршектері 21-25 жаста сүйекке айналып, төс сүйегінің арасы бітіп кетеді. Ал семсершінің сүйектенуі 30 жасқа дейін созылады. Көкірек қуысының пішіні жұмыртқа тәрізді. 1 жастағы баланың көкірек қуысы конус тәрізді болады, 12-13 жаста ересек адамдардікіндей жұмыртқа пішінді болады. Көкірек қуысы жүрек, қолқа және үлкен өкпе артериясын, өкпені қорғайды. Партада дұрыс отырмаса, баланың көкірек қуысы тарылады да, өкпе мен жүректің дамуы нашарлайды. Енді аяқ-қол сүйектеріне келетін болсақ, бұл адам денесінің екі белдеуін құрайды. Ол иық және жамбас белдеулері. Иық белдеуін жауырын мен бұғана сүйектері құрайды. Жауырынның сыртқы бұрыштары иық басы сүйектері арқылы қол сүйектерімен жалғасады. Алдыңғы жағында бұғана сүйегімен жалғасады. Жауырын бұл жалпақ қос сүйек. Ол омыртқа мен қабырға сүйектерімен бұлшық ет арқылы жалғасады. Жауырын сүйектері жігіттерде 19-20, қыздарда 18 жаста қатаяды. Бұғана латынның S әрпі тәрізді иілген сүйек. Бала туар алдында оның төс жақ ұшынан басқа жері сүйекке айналып үлгереді. Ал төс жақ ұшының сүйектенуі жігіттерде 24, қыздарда 23 жаста аяқталады. Қол сүйектеріне тоқталып өтейік. Мұнда қол сүйектеріне тоқпан жілік, білек. Білек бұл екі сүйектен, шынтақ пен шыбық сүйектерден құралған, және қол басы сүйектерінен тұрады. Қол басы сүйектеріне білезік, алақан, саусақ сүйектер жатады. Тоқпан жілік 20-25 жаста қатайып, екі басында тек шеміршектері қалады. Бұл жіліктің ұзарып өсуі оның басындағы өсу нүктелеріне байланысты болғандықтан, 22 жасқа дейін жілік басын кесуге болмайды. Кессе, жілік өспей қысқа болып қалады. Кәрі жіліктің қатуы 20-25 жаста жігіттерде, 17-20 жаста қыздарда аяқталады. Білезік сүйектерінің қатуы 14-16 жаста аяқталады. Саусақ сүйектері 16-18 жаста қатып аяқталады. Жамбас белдеуінің сүйектерін 8 көз, жамбас сүйектеріне жататын мықын, шат, шонданай құрайды. Аяқ сүйектерін ортан жілік, асықты жілік пен шыбығы, табан сүйектері құрайды. Ортан жілік адам денесіндегі ең ірі сүйек. Оның жілік басы, мойны, денесі болады. Бала туғаннан кейін алғашқы 5 жылда ортан жілік тез өсе бастайды да, 5-9 жас арасында қыздардың ортан жілігі жылдан жылға баяулап, ер баланың жілігі бір қалыпты баяу өседі. Ортан жілік 18-20 жаста өсуін тоқтатады. Асықты жілік пен шыбығы қыздарда 16-17 жаста, жігіттерде 19-20 жасқа дейін өседі. Табан сүйектері өкше, бақайшақ және аяқ саусақтарының сүйектерінен құралған. Табан сүйектері бір-бірімен буын арқылы күмбезденіп қосылған. Табан күмбезі баланың аяғын басу барысында толық қалыптасады. Табан күмбезінің дұрыс қалыптасуына тар аяқ киім, ауыр жүк тасу, ұзақ уақыт табанға күш түсіріп, кішкентай баланың түрегеліп тұруы кері әсер етеді. Мұндайда оны біз жалпақ табан пайда болып, жалпақ табан дейміз. Табан күмбезі 13-17 жасқа дейін қалыптасады. Сондықтан бойжеткендерге 17-18 жасқа дейін биік өкшелі аяқ киім киюге болмайды. Балалар мен жастардың аяқ киімдерінің өкшесі 1,5-2 сантиметр болу керек. Және осы тірек қимыл жүйесіне жататын бұлшық еттер деп айтып кеттік. Бұлшық еттердің екі түрі бар: көлденең жолақты және бірыңғай салалы бұлшық ет. Қаңқа бұлшық еттері көлденең жолақты бұлшық етке жатады. Бұлшық еттердің сүйекке бекитін сіңір бастары денесі болады. Бұлшық еттердің пішіні әртүрлі болып келеді. Олар атқаратын қызметіне байланысты қалыптасады. Қозғалтатын өздерінің буындарының санына байланысты бір буынды, қос буынды, көп буынды деп бөлуге болады. Орналасуына қарай бас, мойын, арқа, кеуде, құрсақ, қол, аяқ еттеріне жіктеледі. Қызметіне қарай бүгілдіргіш, жазылдырғыш, айналдырғыш тағы басқа бөлінеді. Жалпы адам денесінде
327 жұп және 2 жұп сыңар бұлшықет бар. Бұлшықеттердің ең негізгі қызметі жиырылу. Бұлшықеттің жиырылуы нерв импульстерінің орталық жүйке жүйесінің әр жерінен келіп, бұлшықетті қоздыруынан болады. Бұлшықеттің қызметі оның лабильділігіне де байланысты. Ұлпаның лабильділігі деп оның қозуды өткізу жылдамдығы мен қозу уақытын айтады. Бұлшықеттер жиырылғанда көп күш жұмсалады. Жиырылу күші еттің талшықтарының санына және қалыңдығына байланысты. Еттің күші деп оның ширау қабілетін айтады. Бұлшықеттің күші оның құрылысына байланысты. Бұлшықеттер көп ядролы, жуандығы 0,1 мм, ұзындығы 2 мм-ден 12 см-ге дейін ет талшықтарынан тұрады. Олардың сыртын фасция деп аталатын ет қабығы жабады. Бұлшықеттерде көптеген нерв ұштары рецепторлар орналасқан. Олар еттің қозуына байланысты жиырылу және созылу дәрежелерін сезеді. Бұлшықеттердің өсіп жетілуі әртүрлі. Ең алдымен құрсақ еттері дамиды, кейіннен шайнау еттері жетіледі. Еңбектеу мен жүруге байланысты аяқ-қол, арқа еттері дамиды. Бұлшықеттердің дамуы 25-30 жасқа дейін байқалады. Нәрестенің етінің жиырылу қабілеті ересек адамның шаршаған етінің қабілетіндей ғана болады. Жиырылу қабілетін хронакция деп аталатын еттің тыныштық қалпынан қозуға ауысуына қажетті уақыты арқылы анықтайды. Оны арнайы хроноксиметр деп аталатын аспаппен сигма, яғни секунд мыңнан бір бөлігі мөлшерінде өлшейді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.